Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге ең оңай және де дәмді пломбир тортының рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Қажетті құрамдар: қамырға сары май мұздатылған 150 грамм, ұн 300 грамм, қант 60 грамм, кремге 2 жұмыртқа, қант 150 грамм, ваниль қанты 1 ас қасық, крахмал жүгері крахмалы 2 ас қасық, қаймақ 600 грамм, сары май 60 грамм. Ең алдыменен ұнымызды саламыз және де үкіштен сары майымызды өткіземіз. Содан кейін қант қосамыз да қолымызбенен видеодағыдай көрсетілгендей жасап аламыз. Яғни крошки жасап аламыз. Осылай болып шықты менде. Енді крем жасаймыз. Кастрөлімізге жұмыртқа саламыз, қант қосамыз, ваниль қантын қосамыз, крахмал қосамыз және де қаймақ қосамыз. Қаймақтың пайыздылығы маңызды емес, және де бөлме температурасында болу керек. Енді бәрін араластырып аламыз да жай отта пісіре бастаймыз. Яғни біз бұл жерде заварной крем дайындаймыз. Содан кейін сары майымызды қосып, сары майымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді табамызды қыздырып алып, енді қамырымызды қуыра бастаймыз. 5 қасықтай жеткілікті. Енді әрдайым араластырып тұрамыз. Золотисты цветке дейін жақсылап қуырып аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. 20 сантиметрлік формада жинадым мен. Осылай видеодағыдай көрсетілгендей жасап шығасыздар. Енді суыған кремімізді 3 ас қасықтай салып шығамыз. Және де лопаткаменен жақсылап тегістеп аламыз. Осылай 4 слой қылып жинап алдым. Енді 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Осылай болып шықты. Дәмі тіл үйреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздер менен болған Наргиз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.